Алыстан серме, жүректен тербе, шымырлап бойға жайылған, қиуадан шауып, қисынын тауып, тағыны жетіп қайырған. Қаламыздың бел ортасында, әкімшіліктің алдындағы алаңда бой көтерген ұлы ақынымыздың ескерткішінің мәнізі өте зор. Бұл барлық біздің өңірдің жұртшылығына айтып тұрғандай, көрсетіп тұрғандай абай жолын. Абай өзінің көз тірісінде жазып кеткен өлеңінде айтып еді. Талай сөз бұдан бұрын көп айтқанмын, түбін ойлап, уайым жеп айтқанмын. Ақылдылар арланып ұялған соң, ойланып, түзелеме деп айтқанмын. Қазақтың өзге жұрттан сөзі ұзын, бірінің бірі шәпшәң ұқпас сөзін. Көздің жасы, жүректің қаныменен ерітуге болмайды. Ішкім ұзын жұртымай, шалқақтамай сөзге өтсін. Ойланшы сыртын қойып сөздің ішін. Ажыңдамай тыңдасаң нең кетеді, айтылған сөз емес қой, әңгіме үшін. Майра бар ғұмырын осы қазақ өнерінің дамуына, қазақтың мәдениетінің дамуына өзінің айтарлықтай үлесін қосып кеткен атақты әнші, композитор. Майраның өзінің шығарған 10-ға тарта әндері бар. Сонымен қатар Майраның репертуары өте бай болған. Ол кісі тек қана өзінің әндерін ғана емес, қазақтың халық әндері мен композиторлардың әндерін шырқаған адам. Сонымен қатар біздің Ертіс Баян өңірі өнер адамдарына өте бай. Соның бірі махаббаттың жаршысы деп аталып кеткен Естай Беркінбайұлы. Естай атындағы Мәдениет сарайы Павлодар қаласында жұмыс істейді. Биылғы жылы Естай ақынның құрметіне арналып, сол Мәдениет сарайының алдында үлкен ескерткіші боялды. Бұл да міне қазақтың Естай сияқты, Майра сияқты әнші композиторларына көрсеткен өзіндік бір құрметі деп есептеймін.